Қамыр ашытуды қажет етпейтін 10 минутта дайын болатын сосиска в тесте дайындаймыз. Ең алдымен бөлке нанды кесіп алып, жиектерін алып тастаймыз. Одан соң осы нанды оқтаудың көмегімен жайып аласыздар. Жайып алған соң сосискамызды, одан соң сырымызды және жұмыртқаның сарысын жағып, дөңгелетіп аламыз, ораймыз. Енді кесіліп алған нанымызды блендерге салып, майдалап аласыздар. Алдымен жұмыртқаны салып, одан соң майдаланған нанды қиқымдарын сеуіп аласыздар. Дайын болды. Енді осыларды майға екі жақ бетін қуырып алатын боламыз. Жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше. Каналыма тіркелуді лайк басып ұмытпаңыздар.